Аллах Тағала өзінің хикметіне сай кейбір нәрселердің анық уақыттарын жасырған. Айталық, жұма күннің қай мезгілінде жасалған дұғаның қабыл болатынын, 5 уақыт намаздың ішіндегі ортаңғы намазды, дұғалар ішіндегі исми ағзамды, уақыттың ішіндегі қияметті, әрі өмірдің ішіндегі өлім уақытын пенделеріне дәл білдірмеген. Мұның біздерге қайыры барына кәміл сенімдіміз. Мүмкін бұл мұсылмандарды үнемі сергек, Аллаға ғибадат құлшылықта жүруін қалағандықтан шығар. Қадір түніне келер болсақ, ол түндердің ең қайырлысы. Өйткені хадисте айлардың қайырлысы Рамазан, түндердің қайырлысы Қадір түні, күндердің қайырлысы жұма күні екені айтылған. Бұл түнді негізінен Рамазан айының соңғы 10 түнінің тақ түндерінен іздеу керек. Көпшілік ғалымдардың ортақ пікірінше, Қадір түні Рамазан айының 27-ші түні болып есептеледі. Құранда бұл түннің артықшылығын түсіндіретін арнайы сүре бар. Ол сүреде жаратушы иеміз былай дейді: анығында біз Құранды Қадір түні түсірдік. Қадір түнінің не екенін білесің бе? Қадір түні 1000 айдан да қайырлы. Ол түні періштелер мен рух Раббыларының әмірімен жерге түседі. Ол таң атқанға дейін жалғасады. Біз бұл түнді дайындықсыз өткізбеуіміз тиіс. Өйткені Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисте, кімде-кім Қадір түнінің артықшылығына сеніп, сауабын Алладан күтіп, ғибадат құлшылықпен өткізсе, өткен-кеткен күнәлары кешіріледі делінген. Бұл түні жасалуы тиіс істердің қатарына намаз оқу, Құран оқу, өткен күнәларды енді жасамасқа тәубе етіп, кешірім тілеу, жалбарынып тілек тілеу, дұға тілеу жатады. Айша анамыз радиаллаху анха Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам Рамазанның ақырғы 10 күнінде құлшылыққа ерекше дән қоятынын айтады. Бұл түні қалай дұға ету керектігін сұрағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына дұғаны үйреткен екен: «Я Аллах Тағалам, сен кешірімдісің, кешіргенді ұнатасың, мені де кешіре көр» деп. Иә, күнәден алыс болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі де күніне 70 я 100 мәрте өзіне кешірім тілеп отыруды әдет еткен екен. Ендеше күніне сан түрлі күнәлермен бетпе-бет келіп жүрген қазіргі мұсылмандарға күн сайын 1000 рет Қадір түні таңға дейін кешірім тілесе де артықшылық етпесі анық. Бұл түн 1000 айдан қайырлы болумен де артықшылыққа ие. 1000 ай тура 83 жыл 4 айға тең. Ал бұл өз кезегінде бұрынғы үмметтердің өмір бойы жинаған сауабын бір түнде алу мүмкіндігі деген сөз. Бір риуаятта пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға бүкіл үмметтің өмірі көрсетіледі. Басқа үмметтерге қарағанда өз үмметінің өмірінің аздығын көрген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұған мұңаяды. Осы кезде Аллах Тағала оған Қадір сүресін түсіреді. Бұл түннің берекесі мол, өйткені жер бетіне сан мыңдаған періштелер түспек. Періштелер тіпті жер бетіне сыймай кетеді. Мүминдерді айнала қоршай, Аллах Тағаланың оларға деген кешірімі мен мейірімін айтып сүйіншілейді. Таң ағарып атқанға дейін осындай жағдайда болған мұсылман үмметінің жүрегіне тыныштық пен рахат орнайды. Бір хадисте ол түні жер бетіне түскен періштелердің саны ұсақ тастардан да көп делінген. Қадір түні түнімен құлшылық жасай алмайтындарға ең болмаса тарауих намазынан кейін біршама уақыт дұғаға арнауы керектігі айтылады. Өйткені бұл түні жасалған дұғалардың қабыл болатынына деген нық сенім бар. Аллах Тағала сіздер менен біздерге осы Қадір түнінде болуды нәсіп етсін, және екі дүние жақсылығын біздерге нәсіп етсін. Дұға тілектеріңіздің қабыл болуын нәсіп етсін.